Қайырлы күн достар, бүгін біздер сіздермен бірге творческая студияға сүңгитін боламыз. Яғни творческая студия дегеніміз біздің негізгі жұмыс істейтін алаңымыз десек те болады. Ол жерден біздер не істейміз? Ол жерден біздер видеоның өзгерте аламыз, видеоның аналитикасын біле аламыз, YouTube-қа керекті жаңағыдай бүткіл қару-жарақтың барлығы соның ішінде. Бұл кәдімгі бір YouTube-тың бір қобдишасы сияқты болады. Сонымен творческая студияға өтеміз. Өту үшін просто так творческая студия деген кнопканы тауып аламыз. Ол главный страницада тұрады, немесе мына аккаунтты басқан кезде творческая студия YouTube деп тұрады. Екеуін бассаңыз да болады, бәрібір бір жерге баратын нәрсе. Одан кейін біздің творческая студиямен таныспастан бұрын ең бірінші главный страница болып тұрады. Яғни панель управления деген. Қазір шықсын. Мінекей, панель управления. Бұл жерден біздер нені көреміз? Бұл жерден біздің қысқаша ақпарат беріледі канал туралы, және аналитика по каналу деген жерде, яғни біздің негізгі подписчик санымыз және соңғы 28 күнде қанша подписчик қосылды. Бұл жерде 436 деп тұр менде. Хотя мен осы айда мүлдем видео салған жоқпын. Соңғы осы 1-2 күн бұрын ба салдым. Бұл YouTube-тың ерекшелігі де сол. Instagram-ға қарағанда бұл өзімен өзі қыдырып жүре береді видеолар, және подписка постоянно болып тұрады. Егер сіздің контентіңіз пайдалы болатын болса. Қысқаша ақпараттар келтіріп кеткен. Бұл жайында аналитикадан толығырақ өтеміз. Және де соңғы тіркелген подписчиктар, мына соңғы 90 күндегі 30 мың подписчик бар, 13 мың, 12 мың подписчик бар каналдар. Новости дейді бұл жерде. Жаңалықтар, яғни бұл YouTube-тың ресми жаңалықтары. Соңғы кезде не өзгеріп жатыр, қандай жаңартулар енгізіліп жатыр, сол туралы қысқаша ақпарат беріп кетеді. Кеттік төменге. Идеи для вас дейді. Бұл жерде өзінің YouTube-тың қосымша креативті идеялар береді. Соны қарасаңыздар болады. Яғни авторларға жаңағыдай суперчат дейді. Суперчат деген бұл жердегі, яғни біздің Қазақстанда әлі жоқ құрылғының түрі. Біздерге әлі келген жоқ. Бұл шетелде қолданылып жатқан ақша табудың бір жолы. Яғни суперчат арқылы біздер егер келетін болса, чаттың арасында жаңағыдай көрермендер прямой эфирде отқанда бал сияқты жаңа ақшаларын аударып отырады. Солай ақша табуға болады. Түсінікті ғой? Ондай метод негізі Қытайда да, Қытайдың WeChat деген құрылғысында бар. Или басқа әлеуметтік желісінде ме, Қытайда бар. Яғни біреулер ән айтып отырады екен, жұлдыздар, жұлдыз емес жаңағыдай. Халық арасындағы жұлдыздар болады ғой. Солар ән айтып отырады екен, соларға ақша аударып отырады екен, көрген үшін. Түсініп отырсыздар ма? Мәдениет қайда кетіп қалғанда датауы. Шетелде де сондай. Бірақ YouTube бұл мүмкіндікті әлі біздің Қазақстанға бермей жатыр. Өкінішке орай. Бірақ жақын арада 1-2 жылдың көлемінде шығып қалуы әбден мүмкін. Не үшін бермей жатыр дейсіздер? Өйткені біздің Қазақстанда халық саны аз, трафик аз, оларға келер пайда төмен, сондықтан да оны асықпай қосады. Ал қазақстандық YouTube нарық енді өсіп келе жатыр. Кеттік, бұл жерде соңғы комментарийлер де тұр, басқасы, сообществолар барлығы тұр. Және соңғы видеоның статистикасы көрсетілген. Енді бұл жерден біздер не істейміз? Біздер бұл жерден видео сала аламыз, тікелей эфир жасай аламыз, немесе запись жасай аламыз. Яғни запись дегеніміз сообщество бөлімінде шығатын запись, пост. Енді творческая студияның мен сіздерге қазір жеке-жеке нақты субтитрға қатысты, фонотекаға қатысты бөлек видео түсіретін боламын, және аналитикаға қатысты бөлек видео түсіремін. Ал қалғандарын осы жерден түсініп аласыздар. Ендеше, біздер ең бірінші творческая студияға кіргеннен кейін настройкаге барайық. Настройка деген мына ең астында сол жақ қапталда тұр. Настройкаге деген басатын болсақ, біздерге каналдың настройкасы шығады. Яғни бұл жерден егер монетизация қосылған болатын болса, өзіңіздің валютаңызды таңдап қойсаңыз болады. Және де сол валюта бойынша аналитикадан қанша тиын түсіп жатқанын көре аласыз. Яғни теңгемен қанша түсіп жатқанын. Каналға кіретін болсақ, төменде бұл жерде каналдың мен сіздерге көрсеткен негізгі кілттік сөздері.
ең басында канал ашқан кезде біздер толтырдық. Және де расширенный настройкаға кіретін болсақ, бұл жерден тағы да нені көруге болады? Админдарды немесе Google аккаунт бар, Google AdWords деген реклама жасайтын аккаунт. Сол жерге біздің каналымызды тіркеп қойған болатынбыз. Соны тіркелгендерін көрсетіп тұр. Связь. Тағы да кеттік. Брендинг деген кеттік. Мінекей. Яғни мына брендингке көріп тұрсаңыздар, менің логотипім тұр. HM деген мына YouTube-тың формасында. Бұл не? Бұны қалай қоямыз? Брендинг деген настройки канал, потом брендинг дегенге кіретін болсақ, бұл жерден бізге загрузить файл деген кнопка тұрады. Содан кейін біздер осы логотипімізді немесе басқа да бір суретімізді жүктеу арқылы бүткіл видеоның, каналдағы барлық видеоның мына бұрышында, төменгі жақ, сол жақ бұрышында осы значок тұрады. Барлық каналдардан көріп жүрген боларсыздар, соны осы жерден қояды. Және де ол қай уақытта шығады десеңіздер, ол 0,5 мысалға 5 секундтан кейін шығатын деген сияқты біздер көрсете аламыз. Немесе соңғында шығарып жіберуге болады. Бұл кнопканы басқан кезде YouTube-тың подписаться деген кнопкасы шығады. Кеттік қой, түсіндік. Содан кейін сохранить етіп шығасыздар. Доступ дегенге өтейік. Так. Бұл жерде нақты функции доступны по умолчанию дейді. Яғни видеоның жүктелуі, тағы да басқа плейлисттері сақталып тұрған. Яғни мына жерде енді барлығы қосылып тұр. Так, егер дұрыстап оқитын болсақ, бұл жердегі функциялар сізге YouTube-тың аудиториясын кеңейтуге көмектеседі дейді. Загрузка видео, плейлист, приглашение соавторов. Яғни доступны функция бұл жерде біздер каналымызды подтвердить еткен болатынбыз, содан кейінгі бізге көрсетілген функциялар. Осымен бітті каналдың ішінде. Енді загрузки видеоға өтейік. Загрузки видео деген жерде біздерде тақырып, описание, тег, доступ тұрады, көріп тұрсыздар. Енді бұл жерде мен сіздерге SEO оптимизация деген сабақта көрсеткен болатынмын. Менің дайын описанием тұр деген. Сол сізде өзіңіздің дайын описанияңызды, яғни мүлдем өзгертпейтін, тұрақты түрде сіздің әлеуметтік желіңіздің сілтемелері, сіздің каналың жайлы қысқа ақпарат, және де өзіңіздің каналың жайлы хэштегтер тұратын болса, басқа видеоларға сілтеме жасайтын болсаңыз, осы описанияға копировать етіп жасап салып қоятын боласыз. Бұл бүткіл видео каждый жүктеген сайын осы видео автоматически түрде сол жерге толтырылып қалады. Және де параметры доступа деген жерден сіздер көре аласыздар. Доступ по ссылке деп тұрды. Бұл жерде мен өзім білем қайсын таңдап қоятынына. Открытый болса, ол яғни бірден жүктелген кезде каналдағы видео каналға бірден шығып кетпеу үшін мен доступ по ссылке қойып қойдым. Кейін оны обложкасын бөлек уақытта салып, бөлек оптимизация жасап, барлығы біткеннен кейін YouTube-тың осы видеоның доступын открытый деп шығара салу үшін. Түсінесіздер ма? Ал ограниченный деген мен сіздерге айттым, бұл тек қана бізге білінетін. Осы екеуінің біреуін таңдап қойсаңыздар болады. Открытый деп қоятын болсаңыздар, байқаусызда сіздің видеоңыз дым өңделмей, SEO оптимизация жасалмай, жарыққа шығып кетуі мүмкін, каналға шығып кетуі мүмкін, көрермендеріңіз көріп қоюы мүмкін деген сияқты. Одан да жаңағыдай обложкасын дұрыстап жазып, SEO оптимизациясын жасап барып шығарған дұрыс. Теги де сол. Дайын тегтеріңіз болса, каналға қатысты толтырып қоясыздар, қосымша видеоға қатысты тегтерді енгізіп жіберетін боласыздар. Расширенный настройкидағы тоже сол, біздің тіліміз, SEO оптимизация сабақтан өттік. Тағы не бар? Помощь сообщества деген, яғни сообществоға бөлісуге болады деген сияқты категория. Люди и блоги бұл жерде менде. Стандартный лицензия YouTube, самый керектері. Монетизация. Монетизациядан бұл жерден қараңыздар, түрлі монетизацияның түрлері бар. Яғни монетизация дегеніміз біздің видеомыздағы шығатын жарнамалардың түрлері. Енді оверлей, рекламный подсказки, медийный объявление, ол сұрғынып тұр, ол алынбайды. Түсінесіздер ме? Егер галочка алып тайтын болсам, маған оверлей деген реклама шықпайды. Оверлей дегеніміз ол видеоның астындағы мынандай обложкалар. Реклама шығады, біздер X-ті басып кетеміз. Тап солар. Рекламный подсказки деген. Рекламный подсказки жаңағыдай біздің подсказкидің арасында шығатын рекламның түрлері. Объявление с возможностью пропуска. Яғни видеоны пропустить ететіндей түрі бар жарнама, яғни 5 секундтан кейін пропустить ететін кнопка шығатын.
объявление без возможности пропуска. Яғни оны мен галочкасын алып тастаған екен. Мен тіпті мынаны да алып тастағым келіп тұр. Яғни маған видеоның ортасында үнемі қайта-қайта шығып, көрермендерімнің, подписчиктердің жалпы назарын ауламау үшін мен алып тастадым. И соңынан сохранить деймін. Міне сохранить десем, просто шығып кетем, қайтадан настройкеді басып, сол жерге барайық. Мінеки загрузка видеоға біздер жаңа кірдік монетизациядан. Енді келесі разрешениеға өтеміз. Разрешениеда біздерде для канала инженер-маркетолог вы управляете разрешением на канал через аккаунт бренда дейді. Яғни бұл жерде ешқандай брендпен управлять етіп жүрген жоқпыз. Кеттік. Сообщество деген бөлім. Сообщество деген бөлімде жаңағыдай біздер модераторлар тағайындаймыз. Яғни біздің каналымыздың админдары болатын болса, тағы да басқа. Осы жерге тағайындайтын боламыз. Ол үшін мына жерге жазып қойған, мына жерге тіркелген аккаунттар, яғни сіздің каналыңызды управлять ете алады. Енді оның қаншалықты управлять ететін, яғни оны осы жерден сіздер настройкадан қоя аласыздар. Комментарий на вашем канале дейді. Бұл жерде мынандай нәрсе бар. Егер сізге бұғауыз сөздермен, балапыт сөздермен жазылатын комментарийлер көп келетін болса, яғни контентіңіз соған сай болатын болса, сондай комментарийлерді көргіңіз келмесе, онда сіздер өзіңіз сообщество деген жерден комментарийлерді жаңағыдай кірттік сөздер жазып қоясыздар. Бұғауыздарды енді айып етпеңіздер, өздеріңіз жазып қоясыздар. Бұғауыз сөздер, қандай сөздерді естігіңіз келмейді, солар яғни жіберілмейтін болады. Түсінесіздер ме? Бұл жерде кнопканы басып қойса, отправлять потенциально недопустимый комментарий на проверку. Бұл жерде тағы шығарып тұр. Разрешить все комментарии, отправлять, яғни барлық комментарийлерге рұқсат беру. Бұл жерде потенциально недопустимый комментарий на проверку, отправлять все комментарии на проверку, яғни барлық комментарийлерді тексеріске жіберу. Немесе комментарийді мүлдем өшіріп тастауға болады. Осы жерден сақ болыңыздар, кейбіреулер жазып жатады, не үшін маған видеома комментарий жазылмайды деген сияқты. Осы жерден өшіп қалуы мүмкін. Егер өшіп қалса, разрешить все комментарии, немесе отправлять потенциально недопустимый комментарий. Соны сақтап қоямыз. Түсінесіздер ме? Енді соглашение дегенге өтеміз. Условия партнерской программы YouTube. Яғни бұл жерде сіз YouTube'тың негізгі заңдылықтарымен қол қойып, кәдімгідей партнері екеніңізді дәлелдейтін жаңағыдай заңдылықтары. Оны ең бірінші каналда ашқан кезде подтвердить деген кнопканы басып қойдық, уже тоқталмай-ақ қояйық. Сохранить деп шығып кетем, болды. Енді бұл жерден біздер не істейміз? Қазір видеоны ұзаққа созбау үшін мен видеоға өтейін. Екінші қатар видеодан біздер өзіміздің каналымыздағы барлық видеоларды қарай аламыз. Оларды жылдам іздеп табу үшін бұл жерде фильтр деген кнопка тұр. Яғни осы критерийлар бойынша аудитория, жалобы, монетизация, название, описание, параметры доступа деген сияқты жазуларды таңдау арқылы фильтровать ете аламыз. Мысалға название дейтін болсақ, мен бұл жерге не деп жазам? Автор деп жазайын. Өйткені маған авторлық құқыққа байланысты, мысалға видеоны шығарып беру мүмкін де. Қараңыздар. Автор деген просто жаздым, а менде видеоның тақырыбы авторлық құқық. Көрдіңіздер ме? Авторлық құқық, және менің видеомды ұрлады авторлық деген сияқты екі видео шығарып тұр. Бұл сияқты біздер фильтрмен керекті видеомызды тауып ала аламыз. Енді тағы да бұл жерде нені ескеруге болады? Мына қатарда трансляция деген бөлімде, яғни біздің тікелей эфирлеріміз тұрады. Загрузки деген бөлімде жаңағы біздің жүктелген видеоларымыз. Енді қарайық. Осы жерден біздер не істей аламыз? Біздер видеомыздың монетизациясын қосып өшіре аламыз. Мысалға, бірден видеоның ішіне кірмей, осы жерден отключить немесе включить деген сияқты кнопканы басып қоя аламыз. Доступтарын өзгерте аламыз. Ішіне кірмей көріп отырсыздар. Сохранить етіп қоямыз. Сосын аналитикасын өтуге болады, ол видеоның комментарийін өтуге болады, ол видеоның монетизациясын өтуге болады, және ол видеоның сілтемесін ішіне кірмей алу үшін осы жерден копировать ссылку на видео деген сияқты, немесе мынаны басатын болсақ бөлек YouTube-тың страницасы ашылады, немесе изменить дейтін болсақ ішіндегі оптимизациясын, яғни SEO, описание, тақырып, тегтерін өзгерту үшін, обложкасын өзгерту үшін осыны басамыз. Және де видеоны кетіріп тастау үшін удалить деген кнопканы басамыз. Ал видеоны скачать етіп алу үшін мұны скачать. Рекламировать ол уже Google реклама арқылы жасалынады. Осы барлық функциялары. Так, кеттік. Плейлисты деген жерден біздерде өзіміздің ашылған плейлисттерімізді көреміз.
яғни бұл менің барлық плейлисттерім қазір жүктеліп болсын. Осы плейлисттердің ішінен жаңағыдай видеоларымызды өзгертіп, ауыстырып, ішіне тақырыптарын жазып, плейлисттің де сипаттамасын толтырсақ болады. Көрдіңіздер, иә, жеке-жеке өтіп кетесіздер. Плейлисттер не үшін керек? Плейлисттер өздеріңіздің көрермендеріңіздің сіздің видеоңызды жылдам әрі тез ыңғайлы тауып алу үшін жақсы. Мысалға мен Қазақстан ұлттық арнасының YouTube каналына кіремде, жаңағыдай КТА жайдармандар, яғни КТА ойынын қарау үшін мен КТАның плейлистін тауып алып, сол жерден қараймын. Өйткені ол жерде жаңалықта шығады, шоуда шығады, басқасы шығады. Күн сайын бір көп видео шығады, оның ішінен мен іздеп отырғым келмейді. Плейлист деген жерге барамын да, нақты тақырыптарды, жаңалықтар болса жаңалықтарды қараймын, немесе КТАны қарайын, жайдарманды қараймын, бөлек-бөлек плейлистте жасалынып тұрады. Сол сияқты сізде өзіңіздің видеоларыңызды әртүрлі рубрикаға бөліп, плейлист жасап қоя аласыздар. В общем, аналитиканы кейін айтамын. Комментарияға тоқталатын болсақ, бұл жерде жалпы каналдағы барлық видеолардың комментарийлері кезекпен-кезек келіп жатады. Мысалға, бұл жерден қарайтын болсақ, көріп отырсыздар, мына видеоның комментарийі, оған компьютер керек пе деп жазған. Және де екінші, одан бұрын мына видеоға комментарий жазған. Көріп отырсыздар, әртүрлі видеолар кезекпен-кезек жазылған комментарийлер. Түсініп отырсыздар ма? Осыларға каждый видеоның ішіне кірмей, осы жерден жауап берсеңіздер болады. О, рахмет, анау, мынау деген сияқты. Міндетті түрде комментарийге жауап беріңіздер. Тіпті жауап бермеген өзінде бұл осындай нравится деген жүрекшені басып кетіңіздер. Өйткені сіз өзіңіздің аудиториямызбен байланысқа шығып отырады деген сияқты түсінік қабылданады YouTube'та. Түсініп отырсыздар ма? Кеттік. Субтитр жайында мен сіздерге тағы да бөлек видеомен айтып кетемін. Авторлық құқыққа байланысты болатын болса, менің YouTube каналымда авторлық құқыққа қатысты видео бар, оны мен сіздерге осы жерге астына салып қоямын. Так, мына жерде менде авторлық құқыққа байланысты уже ролик тұр, Instagram'нан WhatsApp'қа сілтеме қою деген сияқты. Процент совпадения дейді. Көріп тұрсыздар ма? 90% совпадение, яғни бүткіл видеомды жүктеп алғанда жаңағыдай салып қойған. Всего просмотру 3 дейді, ол маған қатты қажетті емес, қызықты емес. Кеттік. Егер бұл видеоларды удалить етуге кәдімгідей жалобы жіберетін болса, онда запрос, яғни үстінен басамыз да удалить етеміз. Қиын емес. Үстінен бастық. Отправить запрос на удаление, немесе связаться с автором каналом деген сияқты кнопканы басып, ары қарай толтырамыз. Ол жайлы видео бар. Монетизацияға өтетін болсақ, бұл жерде біздің монетизацияның басқа да түрлерін көрсеткен. Реклама, видео, тағы басқа түрлері, бірақ бұлар әлі біздің Қазақстанда әлі дұрыс енген жоқ. Сондықтан бізде тек қана қазір YouTube-тың официальный ресми монетизация арқылы түсетін түрі қосылған. Бұл жерден қарайтын ештеңе жоқ, жасайтын, өзгертетін. Фонотекаға қатысты. Бұл жерде жалпы YouTube-тағы миллион музыка бар, солны алу туралы көрсететін боламын, ол туралы қысқа ролик шығарып қоямын. Жалпы осымен бітті біздің творческий студиямыз. Творческий студияның негізгі функциясы осы. Жалпы басқа да аналитиканы, плейлисттерді, видеоларды жылдам өзгертіп, барлығын бір жерден басқару болып табылады. Телефон арқылы жасауға болады. Телефон арқылы осы функциялардың жартысынан көбі бар. Ең негізгі керектері сізге видеоларға обложка салу, видеоның тақырып описаниясын өзгерту, ол күнделікті жасалынатын нәрсе. Сондықтан ондай функциялар телефон арқылы жасауға болады. Телефоннан Google не болатын болса, App Store, Play Marketке кіресіз, яғни iPhone болатын болса App Store, Android болатын болса Play Marketке кіріп, творческая студия YouTube деп приложение тауып алып, соны жүктеп өзіңіздің каналыңызды тіркеп, сол жерден өзіңіздің каналыңызды, яғни видеоңызды осы компьютер сияқты басқара аласыздар. Барлығы бір кнопкамен. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Қалған тақырыптарды астындағы видеолардан көре алатын боласыздар.